Таразда таңнан қара кешке дейін қала көшелерін кезіп қарашадан қайыр сұрайтындардың қатары көбейіп барады. Бірі жетім, бірі жесір, бірі мүгедек. Бірі күнкөрістің қиындығын тағдырдың басқа салған тауқыметі деп ақталады. Көрінген жерде қол жайып, қайыршылықты кәсіп еткендер таңнан қара кешке дейін өзгенің қалтасына телміріп қана отырады. Мәселені назарға алған арна тілшілері журналистік зерттеу жүргізіп, олармен тілдесіп қайтты. Мен науқас емеспін, жүрем. Аяғым бәрібір. Істемеймін мен ешқандай жұмыс, үй берсін. Үйіңді қайтарсын. Күнзаққа қайыр тілеп табыс тауып жүрген бұл әйелдің 3 баласы бар. Қайыршылықты кәсіп қылғанына 17 жылдан асыпты. Үлкен ұлы науқас. Ал бір қызын баға алмаған соң балалар үйіне өткізіпті. Қазір пәтерді де жалдап тұрады. Көмек қолын созбаққа тұрақты жұмыс түрін ұсынып көрген едік, бірден бас тартты. Айтуынша халық тастап кететін тиын тебен күн көруіне жетеді. Ал қараша осылай қайыр тілейтіндерге тәртіпті күшейту керектігін сұрайды. Өйткені көбінікі көзбояушылық дейді. Мұқтаж емес болса да қайырсыз сұрайды да, бұлар кәсіп болып кеткен да бұлар да. Сол себепті бұлар бір қолға алу керек деп ойлаймын негізі. Сауда жасауға кедергі жасайды, кейбір заттарды ұрлап кетеді бұлар ше. Тараздың видін құртады айланып келгенде. Ол қайыр тіледі деген ол барлық қалаларда да бар ғой, біздің Таразда именно бір қоя көп ондай. Тем более орталықта қайыр тілеп отырғандар көп қой. Ол негізінде ол отырғандар ол бәрібір ғой, дені сау, жап-жас адамдар ғой. Жап-жас келіншегі отыр мына жерде. Жайы да, үй де бар. Аяқ қолдан сауғымызда отырғы ештеңе жоқ. Жегендер мороженое, жегендер сникерс, кока-кола ішеді. Қайыртырып отырады. Қайыртырып отырған кока-кола ішемін мысалға, жағдай болды. Жағдай болғаннан кейін ішеді олар мысалға негізінде. Ғаламторға кіре қалсаңыз, осы секілді жалған жарым жан болып жүргендер туралы бейне жазбалар жетерлік. Мүгедек деп шын мүсіркейтіндер қол ұшын созып жатады. Өкініштісі сол қол жайғандардың арасында балаларында осы іске баулайтындары да кезігіп жатады. Жұма уақыттарында өкіл имам айтқан етін. Осы мынау қайыр садақаға байланысты бір уағызында біз қазір кезде мынау жастарымызды, кішкентай жастарымызды қайыр сұрауға үйретіп жатырмыз. Енді олар 4-5 жылдың ішінде үлгейіп қалды. Сол әлі қайыр сұрап жатыр. Ертең ол елдің ертеңі болған болашағымыз болған жастарымыз ертең қайыр сұрай беретін не болады? Керісінше біз сол қайыр сұраудың емес, еңбек етудің жолын үйретейік деп сондай ұсынысын айтқан болатын. Кәсіпке айналып бара жатқан қайыршылық өрбімей жатып тыйылмаса, ертеңгі күннің не боларын ойлаудың өзі қорқынышты. Көшеге шыға қалсаңыз, еңбекке жарамды болса да ақша сұрап жармаса кететіндері де бар. Осындайды қаптаған қайыршыларға қадағалау қылатын құзырлы орган қызметкерлері қайда деген сауал келеді. Ал тәртіп сақшылары жұмысымыз жүйелі дегенді алға тартады. Шара қолданамыз, айыппұл саламыз, не болмаса штраф саламыз. Егер жеке басы анықтамалған жағдайда, ол азаматтың төлқұжаты болмаған жағдайда, онда тұрғылықты мекенжайы жоқ адам ретінде есепке аламыз. Сонымен қатар жаңағы приемник распределитель дейді бізде, сол жаққа апарып орналастырамыз. Статистикаға сүйенсек, соңғы 6 айда 132 қайыршы ұсталыпты. Біріне ескерту жасалса, ендігісі айыппұл арқалапты. Бірақ сыртқы өмірге бейімделген олар жұмысын бәрібір жалғастыра береді дейді мамандар. Демек, қоғамның қауіпсіздігіне жауаптылар қайыршыларға тоқтау бола алмаса, кімнен көмек күтуіміз керек? Нұрлан Әбдікәрімов, Дәулетбай Нұрмахан, 77 News.